Жусаны жұпар аңқыған ауылымды сағындым. Жаныма шабыт сыйлаған достарымды сағындым. Осы уақытқа дейін мен бірнеше жусан жайлы шығармаларды оқыдым. Жусан қасиетті шөбі талай ақын жазушылардың шығармаларына арқау болғаны барша оқырманға белгілі. Менің сүйікті кітаптарымның қатарынан Сайын Мұратбековтың Жусан исі хикаяты ойып тұрып орын алады. Олай деуімнің себебі, сан мәрте оқысаң да жалықтырмайды, адам жанын терең түсінуге үйретеді. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Темекен орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Оңғарбаева Гүлжарқын. Бұл кітаптың жүрегіме жақын тиюінің бірнеше себептері де жоқ емес. Біріншіден, жазушы жетім бала Аянның өмір сүруге деген құлшынысын, оның болашаққа үлкен үмітпен қарауы, өзге ауыл балаларының жігерленуіне ықпал етеді. Екіншіден, халықтың соғыстан кейінгі тұрмысы мен қазақи ауылдағы менің замандастарымның тыныс тіршілігі, өмірі шынайы сомдалған. Үшіншіден, әкесі соғыста, анасы жоқ жалғыз әжесі қайтыс болған Аянның ішкі болмысын, тайған тобығының азабынан да ауыр жан жарасын таратып баяндауы маған қатты әсер етті. Төртіншіден, Аян айтқан ертегінің қызық болатындығы соншалықты, тыңдап отырған балалардың өздері ертегі кейіпкерлеріне айналып кеткендігі. Сонымен бірге ержүрек жауынгерлер туралы ертегі тыңдап отырғанда, соғыстағы аға әкелері естеріне түсіп, оларымды тауып алып, бірге соғысуды армандауы. Бесіншіден, қаршадай ғана кейіпкердің басына түскен тағдыр тауқыметтеріне мойымай, ересек адамдарша төзе білуінің өзі замандастарына үлкен әсер етуі адамға ой салады. Сайын Мұратбековтың Жусан исі хикаятын оқу арқылы мен өзіме не алдым, қандай ой түйдім. Қиындықтар көп көріп, жетімдіктің зардабын тартқан Аянның қиындыққа мойымай, ақылдылық танытуы, төзімділік танытуы, шыдамдылық көрсетіп, үлкен адамдарға тән мінез көрсетуі, шешім қабылдауы маған үлкен ой салды. Осындай қасиеттердің өз бойымнан және өзімнің замандас достарымның бойынан табылғандығын қалар едім.